2003 жылғы 5 минуттық мультфильм. Бұл туындыда не бірде-бір диалог, не әсерлі музыкасы, не қанық түсті көріністер жоқ. Бірақ көрермендердің жоғары бағасын алған. Тек түссіз жұпыны картинадан құралған мультфильм мәңгілік туыстық сезімді баяндайды. Күздегі кешқұрым уақытта әкесі қызын алып велосипедпен жалғыз аяқ жолмен жүйткіп келе жатты. Қызы велик теуіп үйренгеніне көп болған жоқ, бірақ әке қасында ол өзін ерекше қауіпсіз сезінеді. Тізгінді тең ұстап әкесінен қалмай келеді. Сөйтіп ол өмірдің алғашқы белесіне шықты. Қаннен қаперсіз алға қарай беттеп келеді. Ал әке болса қызының соңында абайла деумен келе жатып, кенеттен әлден есіне оралды. Ол енді қыз өміріне әрі қарай серік бола алмайтындай. Тізесін бүгіп қызының маңдайынан сүйді де, онымен қысқа қоштасып етекке түсті. Теңіз жағалауында тұрған қайыққа келді. Әке бір сәт терең ойланды да қызының қасына қайта оралды. Сүп-сүйкімді қызын құшағына қатты қысты. Жүрек шіркін қимай тұр. Сөйтті де аңғал қыздың көз алдында қайыққа отырды да бірте-бірте ұзай берді. Әке бейнесі тұманданып барады. Қызы болса шарасыздан жағада әрлі-бері жүгіріп жүр. Бұл бәлкім қыздың қоштасу дегенді әлі білмейтін кездің күткен сәт болар. Әкесін көзінен ғайып болғанша бақылап тұрды да қас қарайғанда ғана қайтар жолға түсті. Өмір есігін ашқалы әке жылуынан ажырап көрмеген қыз енді жападан жалғыз қалды. Көп ұзамай велигін теуіп әлгі жағалауға тағы келді. Бұл жолы ол біраз есейген. Асқар таудан айырылған жерде әке велик ағашқа сүйеніп әлі тұр екен. Бірақ ол әлі оралмапты. Тағы да ұзақ бақылап тұрды да тіршілікке қайта оралды. Зымыраған уақыт соңына ілесіп қыз да бой жетіп жатты. Әке жылуымен берген бағыттан айырылған соң тұрмыста қиындай берді. Бірақ өмір дауылына қарсы тұрып қиындықтарға мойымады. Жолда аяғын әрең басқан әжейді жолықтырып үмітке толы межелі орынға жетті. Бірақ үмітсіздік те іле шала келді. Әкесін тағы көрмеді. Алайда теңіз әкеге деген сағыныш зарын азайтқандай. Жауын да боран да қыздың үйреніскен жолмен қайта келуіне кедергі бола алмады. Ол күнде теңіз жаққа телміре қарайды. Сеніммен келіп, үмітсіз оралады. Тағы да көктем келді. Ол өз сияқты көптеген достар тапты. Олармен бірге ағашпен қоршалған жолдың жиегіне келді. Ол әр жол осынан өткен сайын әкесі кеткен жаққа ұсақ қарайды. Достарының да жүрегі сыздап, оны өздерімен жетелеп алып кетті. Уақыт дөңгелегі дамылсыз жылжып жатыр. Қыз да бой жетіп қалды. Сөйтіп ол өмірлік серігінде тапты. Теңізге апаратын жолда ол енді жалғыз емес. Бұл махаббат сәл де болса әке орнын толтырып тұрғандай. Көзді ашып жұмғанша тағы бірнеше жыл өтіп кетті. Ол енді екі баланың анасы. Жолай артына бал отырмаған великтегі бір жолаушы кезікті. Бәлкім бұл да әлдененің ақырынан сыңай белдіргендік болар. Осылайша отбасындағы 4 адам таныс теңіз жағалауына келді. Отағасы баласын жағалауда ойнатып отыр. Ал әйел болса алғашқыдай әкесі кеткен жаққа қарады да тұрды. Уақыт сынаптай сырғып жатты. Қыстағы қар әйелдің келіп кеткен ісіне толды. Бұл кезде ол орта жасқа келді. Өзгермеген тек оның көзіндегі үміт қана. Уақыт өте өмір сыны оны кәрі әжеге айналдырды. Қасынан жасындай жарқырап бір жас бейін өтті. Бұл оның өткен шақтағы өзіне қатты ұқсады. Ол қалт-құлт етіп теңіз жағалауына жетті. Толқыны жағаны соққылаған теңіз бүгінде бір ұйыққа айналған. Әйел балшық кепкен соң тағы да келуді ойлап теңіз орнынан әкесін іздегісі келді. Уақыт дөңгелегі дамылсыз алға жылжып жатты. Бұл кезде әйел арқасы шодырайған бір кемпір болды. Ол салдырлаған ескі велигін сүйреліп келе жатып кішкентай бір баланың қасынан өткенін байқады. Сол кезге қатты ұқсас образ қазір басқа рөлді сомдап тұрғандай. Ол әлгі жағалаудағы үлкен ағаштың астына келіп велигін сүйеп қойды. Қайта-қайта құлап қалған велигін орнынан тұрғызды. Бірақ ол да өмірінен өлімі жақын өзі сияқты үздіксіз құлай берді. Оған қарамастан ол қабақтан түсті. Қайраңды толтыра шөп басқан екен. Ол жадында қалған еміс-еміс елестің жетегімен жүріп келеді. Көп ұзамай сол кезде әкесі отырып кеткен қайықты көрді. Ол оны сипап тұрып көз жасына ерік берді. Одан соң әке құшағын еніп көптен алмаған әке махаббатына бөленді. Сөйтіп жатып ол еріксіз ұйықтап кетіп тамаша бір түс көрді. Түсінде бір сәт ойынан шықпаған әкесіне жолықты. Бар жылдамдығымен әкесіне қарай жүгіре жөнелді. Жүгіре келе бірте-бірте жас күніндегі бейнесіне айналып жатты. Өміріндегі ең тамаша кезіне айналған шақта әкесіне алыстан қарап, енді алдыға қарай жүруге батыл жетпеді. Бойын әкемнен тағы айырылып қалам ба деген қорқыныш билеп кетті. Әкесі алға бір қадам жасаған сәтте ғана шексіз қуанышпен әке құшағына ене кетті. Бұл түс негізі олардың жұмақта қауышу еді. Фильм осылай аяқталады. Бұл Оскар 72-дегі ең үздік мультфильм номинациясының жеңімпаз туындысы. Бір адамның бүкіл ғұмырын қарапайым түрде жеткізген. Біз туғаннан өскенге дейін, отбасын құрып қартайған шаққа жеткенше тағдырымызда әртүрлі адамдарды жолықтырамыз. Кейбір адам біздің келешегіміз, кейбірі біздің өткен шағымыз. Әр жолы біз қиябеттерден өтеміз. Ол өмірдің әрқилы белестері. Тоқтаусыз жүріп жатқан дөңгелектер, өтіп жатқан аяусыз уақытымыздай. Ал толқыған теңіз әркімнің кері оралар мекеніндей. Тіріңде ата-анаңның қадірін білсең, өміріңнен өкініштер көшеді.